Саламатсыздар ма? Бүгін осы кроссовканың мынау кеше біз осы арт жағын, алды жағын және осы бетін тоқыдық. Енді бүгін біз мына бетін тоқимыз. Кеше біз осы жерден аяқтадық. Осы жерден түйіндегенбіз. Енді бұны соңғы ішкі жағын қаратып, енді біз айналып осы жерге шейін алып келуіміз керек. Осы жерден біз мынау жібімізді сәл тартып, осы жерден жанындағы ұяшықтан жұмыс жібімізді алып шығып, біреу, екеу, жаймен тоқып, іш жағынан тоқимыз. Екеу, үшеу, төртеу, осылай үш жермен тоқып, дәл осы жерге шейін алып келеміз. Біз жаңа мына жерден бастадық түйіндеп, енді соны былай тоқып алып келдік. Енді мына жерге келіп тоқтадық, мына бұрышқа келіп, осы бізде осы бұрышқа келіп тоқтап, осы жерден мына жұмыс осы жібіміздің ортасынан бекітеміз. Осылай тартып, осы жерден енді астыға қарай түсіріп, біз қазір мына бетін тоқимыз. Осы жерді бос қалдырып, мына бұрыштан қатты тартылып қалмас үшін осындай жіппен байлап қоямыз. Осылай тартып, енді біз мына бетінен бастаймыз. Осы жерден біз енді бірінші ұяшық тұр, соған кіргіземіз. Сол жерден жұмыс жібімізді алып шығамыз. Осы жерден көтеріп, осы жерді қатты бос қоймаңыздар, тартып, енді бірінші қатарды жаймен тоқимыз. Бірінші ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, күршектағы екі жіптен өткіземіз. Екінші ұяшыққа кіргіземіз, жұмыс жібімізді алып шығып, күршектағы екі жіптен өткіземіз. Бірінші қатарын үстіп жаймен тоқимыз. Келесі қатарында узор саламыз. Осылай жаймен тоқып, осы бұрышқа шейін алып келеміз. Біз енді мына бұрышына келдік. Осы жерде соңғы екі ұяшық қалды. Бізде біреу, жанында ұяшық, екеу. Менде арғы беті сияқты бірінші қатарым 23 болды. Мына 23-ші. Сосын бірінші қатарымыз бар. Бірінші қатарымыздағы, бірінші қатар жай тоқыдық қой, сол қатардағы ұяшыққа кіргіземіз. Жұмыс жібімізді алып шығамыз. Енді күршектағы жіптен өткіземіз. Осы жерге ілмегімізді іліп қоямыз. Енді жұмыс жібімізді тартып, мына жерді сәл қысыңқырап тартып қойыңыздар. Енді мына жағына апарып, бұл жақтан да келесі ұяшығымыз бар. Соған іліп, жұмыс жібімізді алып шығып, осы жерді қатты тартыңыздар, осы жерді қысып тоқыңыздар. Осы көтте жақсы көрінбейді. Осты біреу іліп аламыз. Енді өсін ораммен мынау осы жаңа ілген жеріміз бар, тура осындай ілген жеріміз бар.
сол жерден сол бұрыштан аламыз. Жақыннан көрсетейін. Мінекей жаңа мынау бірінші қатарда ілгеніміз бар ғой, дәл осындай. Соның сол жерден аламыз. Сол жерден тоқимыз. Ораммен сол жерге бірінші інемізді тоқимыз. Біреу, келесі мына ораммен мына жерге қасына екеу. Енді ары қарай әр ұяшыққа бір-біреуден тоқимыз ораммен. Осылай әр ұяшыққа бір-біреуден ораммен тоқып, осы шетке шейін алып келеміз. Мына соңына келдік. Ораммен келесі ұяшыққа кіргізіп, күршектағы 3 жіптен өткіземіз жұмыс жібімізді. Енді соңғысы бізде мына жерде осыдан кейінгі ұяшыққа кіргіземіз. Жұмыс жібімізді алып шығамыз. Және тағы біреу тоқимыз. Енді келесісін мынау ілген ұяшық, өшеде ілмек ілген ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, өшеден күрчегімізді ілмектегі жіпке ілеміз. Ілмегімізді алып, енді мына жерде күрчекте 4 жіп, содан жұмыс жібімізді 4-еуінен өткіземіз. Енді өшерде мінекей жағынан көрсетейін. Келесі ұяшығымыз мына бос тұрған. Соған кіргізіп, жұмыс жібімізді күрчектен өткіземіз. Ілмегімізді іліп қоямыз. Мына бізде енді мына екінші қатарым менде 26 болды. Енді үшінші қатарымызды тоқимыз. Үшінші қатарымызда мынау үшінші ұяшыққа кіргіземіз. Жұмыс жібімізді шығарып, іліп, енді ораммен мынау екінші қатарымыздағы ілмектің жанынан дәл сол ұяшыққа тоқимыз. Ораммен. Енді келесі ораммен сол ілгеннің ортасына тоқимыз. Енді ораммен келесі ұяшыққа кіргіземіз. Ораммен тоқып, осы бетке шейін алып келеміз. Біз мына бетіне келдік. Енді осы жерден ораммен соңғы ұяшықтарымызды тоқимыз. Мынау ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді үшеуінен шығарамыз. Ораммен мына келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, үшеуінен өткіземіз. Тағы ораммен. Енді мына орта салды. Жұмыс жібімізді шығарып, үшеуінен өткіземіз жұмыс жібімізді. Енді ораммен тағы осы бағанағы ілген жеріміз мынау ілмектің астындағы сол жерге қайтадан кіргіземіз. Сол жерден жұмыс жібімізді алып шығып, ілмектегі жіпке өткізіп, ілмегімізді шешіп, енді осы 4-еуінен біреу шығарамыз. Енді бізде ар жағын тоқығанда бір қатардан 2-еуден тоқығамыз. Енді келесі қатар 2-еуден іліп аламыз. Мінекей жақыннан көрсетейін. Жерде біреу іліп аламыз. Мына екінші ұяшыққа кіргізіп, 2-еуін іліп аламыз. Енді ілмегімізді іліп қоямыз. Енді дәл осылай тоқып, осы бұрышқа шейін теңестіреміз. Мына біз енді 6-шы қатарға келдік. Осы жерден іліп, енді мына бұрышты, осы бұрышты шығарамыз. Мына жерде бізде 2 ұяшық қалып кетті. Соның мынау төбесіндегі ұяшықты
жұмыс жібімізді іліп біреу көтереміз. Осы жерден енді мынау бірінші ілгеніміз, төбеден санағанда бірінші ілгенімізден бір жұмыс жіп алып шығамыз. Келесі ұяшықтан тағы бір жіп алып шығамыз. Енді үшеуінен біреу шығарамыз. Енді осы жерден ораммен әр ұяшыққа бір-біреуден тоқып кетеміз. Осылай ораммен келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді алып шығып, күршіктағы 3 жіптен өткіземіз. Ораммен келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді күршіктағы 3 жіптен өткіземіз. Осылай соңына шейін тоқылы алып барамыз. Соңына келдік. Ораммен соңғы ұяшықтарымызды тоқимыз. Ораммен келесі ұяшыққа. Енді соңы бізде мынау әлі 2 ұяшық тоқимыз. Ілмектің алды жағындағы ұяшыққа тоқып алдық қазір біз. Енді ораммен ілмек тұрғанның астына тоқимыз. Сол ұяшыққа тоқимыз. Енді ілмектегі жіпке кіргізіп, ілмегімізді алып, осы жұмыс жібімізді осы күршіктағы 4 жіптен өткіземіз. Енді келесі ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, күршіктағы жіптен өткіземіз. Енді іліп қоямыз. Дәл осылай әлі бізде бір қатар, 2, 3, 4 қатар бар. 4 қатар бізде мынау бұрышта жаңа 3 ілгеніміз бар осы жерде. Мінекей, мынау 3 ілгеніміз мынау тұр. Мынау тұр 3 ілгеніміз. Соның жанынан аламыз. Жанынан күршігімізді кіргізіп, сол бұрыштан біреу шығарамыз. Келесіден ұяшықтан тағы бір жіп шығарамыз. Келесі ұяшықтан тағы бір жіп шығарамыз. Артындағы жібіміз ортада тұрсын. Үшеу шығардық. Үшеуден жұмыс жібіміз шығарамыз. Енді ары қарай ораммен жаймен тоқып төбеге қарай шығарамыз. Осылай. Дәл осылай тоқып бізден бірінші 3 бітегеніміз, екінші 3 бітегеніміз 3. Сондайдан 4 болу керек. 4 болғанша тоқимыз. Біз енді бұрышқа келдік. Бізде мынандай үшеуден біреу шығарғанымыздан біреу, 2, 3, 4 болды. Бұл жағын әлі тағы қысқартамыз. Енді мына бұрышына келдік. Соңғы немізді теңестіреміз. Арт жағын, табан жағымызды. Енді осы жерден мынау бізде бір ұяшық, біреу, ораммен 2, ораммен 3, ораммен мынау ілмегілім тұрған жерге күршігімізді кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, ілмектегі жіпке іліп, енді осы 4-еуінен жұмыс жібімізді шығарамыз. Енді теңестіреміз. Осы бұрышқа келдік. Мына бос тұрған ұяшыққа кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, күршіктағы жіптен өткіземіз. Және тартып, осы жерден аяқтаймыз. Осы жерден теңестірдік. Осы жерден аяқтадық. Біз бітедік осы жерден. Енді бізде мына жағын, мына бетін
қысқартқан кезде, төбесін қосқан кезде осы бұрыштан алдық. Мынау екі ақтың ортасынан алдық. Бұл жерден 17 болды. Енді мына бетін осы екі ақ жіптің ортасынан алғанда бұл жерде 16 болды менде. Осы жерді белгілеп қойдым. Осы жерден бастаймыз. Мынау жұмыс жібімізді, неден бітеген жұмысымызды осы жерге алып келеміз. Осы ұяшыққа кіргізіп, мына ілмегімізді алып, осы жерден жұмыс жібімізді шығарамыз. Біреу, екеу, үшеу жұмыс жібін шығарып, енді жұмыс жібімізді осы үшеуден шығарамыз. Осы жерден ілмегімізді іліп қоямыз. Енді мынау оң қаратып, бізде мынау 1, 2, 3, 4 болды. Төртінші жаңағы үшеуден іліп алғанымыздың мынау жанына, мына жерге жанынан алып, осы жерден біреу шығарамыз. Келесі ұяшықтан тағы бір жұмыс жіп шығарамыз. Келесі ұяшықтан тағы біреу шығарамыз. Сонда бізде көшекте 3 жіп болды. 3 жіптен жұмыс жібімізді шығарамыз. Ары қарай енді ораммен осылай тоқимыз. Әр ұяшыққа бір-біреуден тоқимыз ораммен. Осылай осы жерге шейін алып келеміз. Осы жерге шейін мынау үшеуі бекіттік. Соның мынау ортада бос қалмау керек. Осы жерге тоқимыз, осы жерге шейін тоқимыз. Мінекей осы мына соңына шейін келдік. Енді бізде мынау ортада мынау үшеу іліп алғанбыз, ортада ұяшық жоқ. Екеуі теңестіреміз екеуін. Енді күлшегімізді мынау ілмектегі жіпке өткізіп, бізде күлшекте 2 жіп, арғы жақ пен бергі жақтың жібі, сол екеуін бір жұмыс жіпті екеуін шығарып теңестіреміз. Енді ішкі жағын қаратып, мынау іліп шығарғанымыз, содан кейінгі ұяшыққа біреу шығарамыз, екеу шығарамыз. Күлшекте 3 жіп, сол үшеуінен біреу шығарамыз. Енді іліп қоямыз. Дәл осылай екі жақ теңескенше, мына жақтағыдай теңескенше 3 қатар болады бізде. Теңескенше тоқимыз. Біз енді мынаны теңестірдік. Осы жерден немізді, жібімізді аяқтаймыз. Өткізіп, осы жерден бекітеміз. Енді осы жібімізді осылай алып келіп, мына бір бұрыштан ілмекпен бекітсеңіздер де болады. Маған жіп дұрыс болып отыр. Осы жерден біреу сәл бос қойып, мына шеттен тағы біреу. Тағы біреу ілеміз. Тартып, сәл бос қойып, осы жерден тағы біреу ілеміз. Енді жұмыс жібімізді алып, ішкі жағын қаратып, бұлай осы жерден аяқтадық. Жібімізді бұлай әр жерден бекітіп, үзбей, үзсеңіздер кейін не қылады, андай тартқан кезде сөгіліп кетеді. Сол үшін түйіндеп осылай
не кеспеген дұрыс. Осы бұрыштан, мына бұрыштан кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, біреу көтереміз. Осы жерден осылай әр ұяшыққа жаймен іш жағынан тоқимыз. Осылай әр ұяшыққа тоқып, осы жерден айналдырып, осы бұрышқа шейін алып келеміз. Біз енді осылай мына беттен іш жағынан тоқып, осылай айналдырып келіп, осы жерден аяқтаймыз. Соңымыз осы жерде соңымызды мынау қызылға кіргізіп, жұмыс жібімізді шығарып, крючоктан өткізіп, енді осы жерден үзбейміз, ары қарай жалғастырамыз. Осылай бітеп қоямыз, жібімізді үзбейміз. Енді менде алды осы беті сәл қиындау болады, тоқып осы жерден жайлап, өздеріңіз тесіктерін тауып тоқисыздар. Менде бұл жері 25 болды. Ортадан 24 пен 25 бір ұяшыққа тоқыдым. Сосын менде мына жері 8 болды. Одан кейін мына орта қызылға шейін 16 болды. Сосын арт жағы 17, мына жағы 16, мына жері 8, мына жағы 25 болды. Осымен сабағымыз аяқталды.